Баршаңызға қайырлы күн, достар. Қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Ораза ұстаған әрбір жанның оразасы қабыл болсын. Бүгін ауызашарға өте керемет, асқазанға тез сіңірілетін және көкөністерге бай салаттың рецептімен бөлісемін. Бізге керек болады ең алдымен 40 қабат. 40 қабатты дәл осылай 4 бұрыштап турап аламыз. Сосын бөлек ыдысымызға салып, аз ғана тұз бен қантты салып, араластырып, тындырып қоямыз. Бұл арада қалған көкөністерімізді турауға кірісеміз. Ең бірінші осы қиярдан бастаймыз. Қиярды өз қалауыңызша турауға болады. Мен осылай видеодағыдай етіп жұқа қылып турадым. Қияр ең пайдалы көкөністердің бірі. Қазіргі көктем айында бізге өте керек, иммунитетті көтеретін көкөніс болып табылады. Міндетті түрде осы салатты жасауға кеңес беремін. Келесі бізде қызанақ. Қызанақты да 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қызанақтың да құрамында өте пайдалы витаминдер көп. Соның үшін қызанақты көп тұтынған жөн. Бізде келесі кезек сыр. Сырдың кез келген түрінен пайдалансақ болады. Сырдың құрамында кальцийға бай болған үшін міндетті түрде қосуға кеңес беремін. Одан кейін суға піскен жұмыртқа. Жұмыртқаның да пайдасы көп, соның үшін міндетті түрде қосу керек. Барлығын турап болған соң, жаңағы тұздалып тұрған 40 қабатымызды салқын суға жуып, жаңағы туралған көкөністердің үстіне саламыз. Оның үстіне және тәтті жүгерімізді де салатын боламыз. Барлық заттарды салып болған соң, ең соңында майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Міне осымен салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер сізге салаттың рецепті ұнаған болса, видеоға лайк басып, және комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз.